Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі кезде қазақ пен қырғыз арасында қазақтың соңғы ханы Кенесары ханға байланысты әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан дау-дамайлар бар. Әсіресе алдында көкпар ойынынан кейін TikTok әлеуметтік желісінде қырғыз ағайындардың тарапынан Кенесары ханға байланысты көптеген видеолардың комментарийлерінде қаншама ауыр негатив сөздерді көруге болады. Олай болмайды. Бұл көкпар ойынына Кенесары ханның ешқандай да қатысы жоқ. Егер де айтатын әңгімелеріңіз болса, көкпардың айналасында ғана айтсаңыздаршы. Кенесары ханның қандай қатысы бар бұл көкпар ойынына? Және де кейбір комментарийлерде Кенесары ханды қырғыздар жеңіп, ерлік көрсетті деп жазып қойған. Бұл ешқандай да ерлік емес. Кенесары хан шайқасса, өзінен 4-5 есе көп қырғыз әскерімен шайқасты. Ерлік көрсетті деп Кенесары ханды айтуларыңызға болады. Енді мен сіздерге Кенесары ханға байланысты қысқаша тарихты айтып өтейін. 1845 жылы Кенесары хан Ұлы Жүз аймағына бағыт алады. 1847 жылы Ресей және қоқандықтармен әскери қақтығыстан кейін Кенесары хан қырғыз жеріне барады. Қырғыз жерінде Сары, Бағыш, Солты, Бұғы рулар мекендеген аймаққа келеді. Бұлар негізі қырғыз рулары болатын. Осы аймаққа келгеннен кейін Кенесары хан Ресей мен қоқандықтарға қарсы соғысу үшін қырғыздармен одақтасуды ойластыра бастайды және де қырғыздарға елші береді. Елшіні қырғыздар қабылдайды және қырғыздар Кенесары ханмен одақтасуға ниетті екенін білдіреді. Тіпті кейбір мәліметтер бойынша қырғыздар Кенесары ханмен одақтасуға уәде бергені жайында айтылады. Ал қырғыз тарихшылар Кенесары хан қырғыздарды жаулап алу үшін келді деген ақпаратты алға тартады. Енді бұл ақпараттың қайдан шыққанын сіздерге түсіндіріп өтейін. Кенесары хан қырғыздарды бауырым деп одақтасуды ойласа, ал қырғыздар Кенесары ханды жау деп қабылдады. Кенесары ханның бағыну керек, одақтасу керек деген талабын қырғыздар қауіп-қатер ретінде қабылдады. Екі ұлттың арасындағы түсінбестік дәл осы жерде басталған болатын. Жаңа сіздерге айтып өткен қырғыз тарихшылардың Кенесары хан қырғыздарды жаулап алуға келді деген ақпарат осыдан шыққан болатын. Бірақ бұл жаңсақ пікір. Кенесары хан қырғыздарды жаулап алуға келмеді. Осыны түсініңіздер. Бірақ өкінішке орай дейміз, Кенесары ханның сенімді батыры, Дулат руынан шыққан Саурық батыр қырғыздардың қолынан азапталып қаза табады. Дәл осы тұста Кенесары хан қырғыздардың қосарланған саясат жүргізіп отырғанын түсінеді. Бұл дегеніміз бір қарағанда қырғыздар Кенесары ханды жақтаған сияқты көрінгенімен, ал шын мәнінде Ресейді жақтап отырған болатын. Кенесары ханға қарсы шыққан әсіресе Орман Манап болатын. Оны өздеріңіз тарихтан жақсы білесіздер. Қырғыздардың осы бір сатқындығы үшін Кенесары хан қырғыздарға соғыс ашуға дайындалады. 1847 жылы Кенесары хан Кекілік Сеңгір жерінде, кейбір мәліметтер бойынша Майтөбе, Қошқар алқабы дейді, дәл осы жерде Кенесары хан қырғыздармен шайқасады. Бірақ өкінішке орай Майдан даласында Кенесары ханнан Рүстем Сұлтан мен Сыпатай батыр өздерінің әскерін ертіп кетіп қалады. Бұл Кенесары ханға ауыр соққы болды. Себебі Майдан даласында Кенесары хан аз ғана әскермен қалып қойған болатын. Рүстем Сұлтан мен Сыпатай батыр бар кезде Кенесары ханның әскері 10 мыңнан 20 мыңға дейін болды. Ал Рүстем Сұлтан мен Сыпатай батыр өздерінің әскерін ертіп кетіп қалғаннан кейін Кенесары хан 2-3 мың әскермен қалып қойған дейді. Ал қырғыздарда дәл осы шайқаста 15 мыңнан астам әскер болған екен. Енді екі жақтың күші тең емес, соның өзінде шайқас бірнеше күнге созылған. Ақыр соңында Кенесары хан жеңіліс табады және де өзінің інісі Наурызбай батыр екеуі қырғыздарға қолға түседі. Кенесары хан қырғыздарда 3 ай тұтқында болады. Қырғыздар Кенесары ханмен не істерін білмейді. Ақыр соңында Кенесары ханды өлім жазасына кесетін болып бұйырады. Қырғыздар Кенесары ханның басын шабады. Осыдан кейін қырғыздар Орман Манап дейміз. Сол кезеңдегі Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа балауыз мөрімен және де хатымен Кенесары ханның басын сыйлық ретінде жібереді. Бұл қырғыздардың Ресейге жағыну үшін жасалған іс-әрекеті болатын. Енді бұл жерде не айтуға болады білмеймін. Мен сіздерге тарихтан бір мысал келтірейін. Шыңғыс хан өзінің досы Жамұқаны жазалаған кезде қанын төкпеу үшін
буындырып өлтіреді. Бұл Шыңғыс ханның өзінің досы Жамұқаға көрсеткен құрметі болатын. Ал қырғыздар Кенесары ханға лайықты жаза қолданбады. Жарайды, сіздердің мәліметтеріңіз бойынша Кенесары хан сіздерді жаулап алу үшін барды делік, бірақ ханға лайық жаза қолдануға болар еді ғой. Бұл ханға көрсетілген құрметсіздік. Бағана сіздерге сатқындық туралы айттым. Енді ханға көрсетілген құрметсіздік жайында айтып отырмын. Енді сөз соңында айтарым, қырғыз ағайындар, біз сіздерді құрметтейміз, сыйлаймыз, бірақ біздің тарихи тұлғаларымызға байланысты артық әңгіме айтпасаңыздар дұрыс болар еді. Хандарымызға, батырларымызға артық әңгіме айтпаңыздар. Біз сіздердің тарихи тұлғаларыңызға ешқандай артық әңгіме айтпаймыз. Және де сіздердің тараптарыңыздан да осы нәрсені сұраймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.